Цзин, Сяо үйдің жанына отыр. Ол қонақ, сен оған көңіл бөлуің керек. Әже, Цзин ханымның жанында отыруға мәжбүр, артық ештеңе ойламаңыз. Менің өтінішіме қарсы келіп тұрсың ба? Менің не дегенімді естімедің бе? Әже, мен сенің не ойлағаныңды білем. Алайда енді менде Сяобай бар. Сенің жоспарыңа қарсымын. Әдейі менің жыныма тиіп отырсың ба? Үйленбей-ақ ұлыммен тұра берем деп айтсаңшы тағы. Не бопты? Әже, ашуланбаңыз. Шын мәнінде мен Цзин жайлы ойламадым да, мені дұрыс түсінбей қалдыңыз. Маған Цзин аған ұнамайды. Әже, егер саған менің анам ұнамаса, анам екеуміз бұл үйден кете аламыз. Сяобай, сенің анаң маған қалайша ұнамауы мүмкін? Жей ғой. Анашым, тамағыңды іш. Сяобайға осылай айтуда анасы үйретіп жүрген сияқты, әйтпесе 5 жасар бала қалайша бұлай сөйлейді. Егер мен Гу Цзиннің әйелі болғым келсе, Сяобайдың көңілін табуым керек. Егер Сяобайға ұнамасам, бәрі зая кетеді. Тіпті Цзин Мусюан болмаса да. Сяобай, ала ғой. Бұл пайдалы ешкі сүті. Ян тәте, маған ешкі сүті ұнамайды. Оның үстіне анам маған күн сайын кешке үлпектерді сиыр сүтімен жасап береді.